алыстан бұл үйшікті түлкі көреді. Ақырын басып, жақын келіп, терезесін қағады да, сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар? Деп сұрайды. Пи-пи-пи, мен тықырлауық тышқанмын. Уа, мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоямын, ал сен кімсің? Мен қу түлкімін. Кел, бірге тұрайық. Үйшіктен түлкіге де орын табылады. Достар енді төртеу болды. Үйшікке тілі салақтап, айналасына алақ жылап қарап, қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, қырылдаған даусымен, сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар? Деп сұрайды. Пи-пи-пи, мен тықырлауық тышқанмын. Уа, мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін, ал сен кімсің? Мен сұр қасқырмын. Кел, бірге тұрайық. Қасқыр қысыла-қымтырыла ішке кіреді. Әйтсе де, кіп-кішкентай үйшікке бесеу де сыйып кетеді. Барлығы қосылып ән айтады. Тату-тәтті өмір сүреді. Бір күні жетек теріп жүрген аю үйшік тұрғындарының салған әнін естиді. Ол үйшікке жақындап келіп, бар даусымен, сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай